Карма заңы. Әр адамның өз кармасының заңы болады. Сіздің өміріңізге карманың әсер етуін жеңілдету үшін керек. Жалпы олардың саны жетеу. Жетеуін ұстансаңыз әрине жақсы. Дегенмен әр адамның өз өміріне қажетті ең керекті ұстану керек кармасы болады. Ол үшін туған күніңіз 10 мен 32 сандарының аралығында болса, бір-біріне қосып, бірлік санға айналдырасыз. Ай, жыл есептелмейді. Егер 8-9 сандары шықса, 7 сан азайтамыз. Демек, туған күн саны 7-ден жоғары болмауы керек. 7-ден төмен сандардың бәрі карма сандарына сәйкес келе береді. Мысалы, 26-сы 12-1980 жыл. Тек туған күнді аламыз. 26-сы болғандықтан 2 қосу 6 8 шығады. 8 7-ден үлкен болғандықтан 7 сан азайтамыз. 1 саны шықты. Екінші мысал. 09-02-1996. 9 саны 7-ден үлкен болғандықтан 7 сан азайтамыз. 2 саны шықты. Үшінші мысал. 29-05-1984. 2 қосу 9 тең 11. Бірлікке айналдырамыз, 2 саны шығады. Карманың заңдарына тоқталып өтеміз. 1. Жауапкершілік заңы. Егер сіздің өміріңізде бір нәрсе дұрыс болмаса, сіздің өзіңізде бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Айналамыздағы адамдар айналар, және өзіңізді өзгертуіңіз керек. Сіздің өміріңіз үшін жауапкершілік сізге және басқа ешкімге жүктелмейді. 2. Сыйға тарту заңы. Сіз берген нәрсе сізге 100 есе қайтарылады. Бірақ егер сіз сараң болсаңыз, онда өз жолыңызды жабасыз. Егер сіз әлемнің сізге ашылуын қаласаңыз, қолыңызды ашық ұстаңыз, қатты болмаңыз. 4. Кішіпейілділік заңы. Егер сіз болып жатқан жағдайға әсер ете алмасаңыз, оны жіберіңіз. Егер жолыңызда кедергілер болып жатса, және оларды немесе біреуді агрессивті түрде қабылдасаңыз, сонымен қатар бұл жағдайда біреуді кінәлі етіп тапсаңыз, біліңіз, сізде ешқашан прогресс болмайды. Жағдайдың тиімді жағын қабылдап үйреніңіз. Сонда сіз жағдайдың сабақ екенін түсінесіз. Ондағы адамдар біз үшін мұғалімдер, және бұл сабақтан өзіміз шығуымыз керек. 4. Қатысу заңы. Сіздің өміріңіздің кез келген уақыты сіз үшін бірдей маңызды, және өткеннен қорғану мүмкін емес. Өйткені өз орныңызды табуға қиындық тудырады. Сонымен қатар сіз алға қарамай болашаққа аяқ басу мүмкін емес. Болашақ туралы тым көп уайымдап, тер төгудің қажеті де жоқ. Одан сіздің өміріңізде пайда мен әсер болмайды. 5. Жаратылыс заңы. Өмір жай ғана өтіп жатқан жоқ. Ол біздің қатысуымызды талап етеді. Айналамыздағы болып жатқан нәрселер біздің ішкі күйіміз туралы кеңестерге толы. Мақсаттарыңызды қайта қараңыз, және сізге зиян, қолайсыздық тигізбейтін нәрсеге ұмтылыңыз. 6. Өсу заңы. Егер сіз өзіңізді дамытуда қандай да бір маңызды мақсаттарға қол жеткізгіңіз келсе, әлемді өзгертуге емес, өз жанымен айналысу керек. Басқа адамдардан бірдеңе талап етпеу керек. Айналамыздағы адамдар мен заттарды емес, өзіңізді өзгертуге ұмтылыңыз. 7. Байланыс заңы. Екі нәрсе бір-бірімен байланысты емес болып көрінсе де, олай емес. Ғаламның бәрі бір-бірімен байланысты, және оқиғалар тізбегі де өздігінен болмайды. Өткен, қазіргі және болашақ бәрі байланысты. Достар, бұдан басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және сіздерден комментарий күтемін.